Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін сіздермен дәруменге бай керемет салат жасайтын боламыз. Бізге ол үшін қызылша, алма, анар, жер жаңғағы және чеснок керек. Алдымен алманы қабығын аршып, тураймыз, кубиктап турап аламыз. Кейін рет-ретімен қалған ингредиенттерді тураймыз. Жаңғақты тураймыз, қызылшаны да тураймыз кубиктап. Бұл салаттың ерекшелігі қаны аз адамдардың гемоглобинін көтеруге бірден-бір көмектеседі. Гранатты жақсылап аршып аламыз. Чесногымызды, яғни сарымсақты езіп, бәрін бір ыдысқа салып, араластырамыз. Сіздер қалауыңызша майонез қоссаңыздар болады, немесе қаймақ қоссаңыздар болады. Егер қаймақ қоссаңыз, бұның пайдалылығы арта түседі. Өте дәмді, сондай пайдалы керемет салат. Күнделікті жегенге де күшті салат болады. Жасасаңыздар, еш өкінбейсіздер. Егер сіздерге осы рецепт ұнаса, осы каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Рахмет.